Hayırlı gün dostlar. Bugün pişirетін tağamız, яғни картоп пен тауықты бүтіндей пісіру. Духовкаға. Оның құрамына тауық, 12 картошка, 10 картошка или bir pomidor, 3 şuva, 2 болгар бұрышы керек болады. Достар, тауықты бүтіндей қайнатып алсаңыздар болады. Bir рет мен қайнатып алдым. Картошканы да қайнатып аласыздар, духовкаға, сонда жақсы пісетін болады. Қазір бұны мариновать етеміз. Мариновканың құрамын бөлек көрсететін боламын. Достар, мінекей жаңа мариновкасына майонез, универсальный приправа, паприка мутный, кориандр, қара бұрыш, қызыл бұрыш, томат, чеснок, күнбағыс майы. Екеу осыларды қазір араластырып, тауығымызға, картошкамызға жағып, духовкаға пісіретін боламыз. Достар, мінекей екі чесногымызды күштен өткізіп алдық. Тұздан барлық приправадан жарты қасықтан қостық, шай қасықпен. Енді паприкадан 2 қасық қостық. Оны енді татты өш болғаннан кейін қызартып түсін келтіреді. Енді біз мына томаттан 3 қасық томат салатын боламыз. Жаңа соусына. Сосын примерно бана майдан 1 қасықтай күнбағыс майын құятын боламыз. Қалған майды қазір қапасының астына жағатын боламыз, жабысып қалмас үшін. Енді үстіне майонез қосатын боламыз. Осыны жақсылап араластырып, тауығымызға, картошкамызға жағатын боламыз. Достар, мінекей жақсылап араластырамыз. Өте әдемі болып шығады. Тауығымызға сіңімді қылып, қазір жағуын көрсететін боламыз. Мінекей тақа ыдысымызды майлап аламыз, яғни астына өсіп жағып аламыз. Оны жағып алғаннан кейін ортаға тауығымызды қойып мариновтайтын боламыз. Мінекей достар, тауығымызды қайнатып пісіріп алған болатынбыз. Осыған өстіп жағып, қолмен жағып, полный бәрін араластырамыз осылай. Сыртын, ішін, қанатын түк қалдырмай жағамыз. Достар, мінекей дайын болды. Картошкамызды сол соусқа айналдырып, дөңгелетіп осылай қоя беретін боламыз. Обязательно астын майлайсыздар, етпесе жабысып қалады. Жан-жағына қалағанша қоя береміз осылай. Достар, мінекей дайын болды. Енді біз бағанағы 1 помидор, 3 пиязымызды, 2 болгарский бұрышымызды турап бетіне себелейтін боламыз. Ешқандай су құймаймыз, өйткені қайнап пісіп тұр. Етте, картошкасы қалғаны көкөністің суымен, өзінің майымен әп-әдемі қып-қызыл болып піседі. Достар, мінекей кереметтей тауығымыз духовкаға салуға дайын. Бетіне фольганы ораймыз. Барлығын турап салдық. Пештеріңізді алдын ала 5-10 минут қыздырып қоясыздар. 200-180 градусқа қойсаңыздар болады. Өздеріңіз қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Пісіп тұр. Негізі біз 1 сағатқа қойып аламыз. Қатты пісіңкіретіп жегенді жақсы көреміз. 1 сағатқа 180-200 градусқа қоятын боламыз. Ендігіде піскен кезін көрсететін боламыз. Достар, мінекей хрустящий болып пісті барлығы. Әдемі. Мінекей картошкаларды бәрі әдемі болып пісіп тұр. Қараңыздар. Мінекей аяғы да пісіп тұр, әп-әдемі үзіліп тұрғандарыңызды. Ыдысымызға сыймай жатқан қараңыздар.
әдемі болып піскен. Үзіліп жатыр. Достар, үй жағдайында өздеріңізде осылай жасасаңыздар болады. Біз айтқандағыдай фольгадан жарты сағат пісіргеннен кейін фольганы алып тастап жарты сағат пісірдік. Әйтпесе онда ол қызармайды екен, буланып тұрады екен. Өздеріңізде осылай дайындаңыздар, үйде сатып алғанша. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.